Hürmetli studentler, бүгінгі үйрететін темамыз y' плюс, мысалы, y тангенс x тең синус 2x теңлемесі берілген. Мысалға, бұндай мысаллар сілерге алдынан берілген. Осы мысалды эйлердің модификацияланған hamde Runge Kutta ұсуларымен шығару керек еді. Бір-бірін салыстыру керек еді мысал графиктерін. Ал енді біз бұл жерде ұсы мысалды Runge Kutta ұсулымен шығарамыз. Яғни, y' деп тұрып, мына теңліктің яғына өткізіп аламыз. Синус 2x минус y тангенс x. Міне біздің мысалымыз мынандай көріністе. Бұл жерде берілген тапсырмада x тең 1-ден 2-ге шекем деп берілген болу керек. H тең 0,1 деген шартлер берілген. Excel'де Runge Kutta ұсылыменен шешеміз. Бұлардың эйлердің модификацияланған ұсылыменен мен сілерге үйретіп қойыппан. Енді біздер Runge Kutta ұсылын қарайық. Ал, мына жерде апай дифференциал теңдеулермен шешу. Демек, бірінші алатын затымыз бұл n. N-ге қарата xn, hamde yn, одан кейін xn плюс 1 мына затты есептеп алуымыз керекпіз да. xn плюс h бөлінген 2. h бөлінген 2. Яғни, ярым аргументті есептеп алу формуласы. k1, енді k2, k3, hamde k4. Одан кейін, хаммесін есеплап болғаннан кейін, y нені есеплаймыз екен? n плюс 1-ді есеплаймыз. Енді біздің n-ші дегеніміз бұл n тең 0-ші тәртіп дегенді білдіреді. Мына жерде 0-ші тәртіпте біз нені есеплауымыз керек? Яғни, k1-ді тауымыз керек. Яғни, бұл f от x 0, y 0-ге тең болады. k2-ні тауымыз керек болады. Яғни, ол f от x 0 плюс h бөлінген 2 плюс hamde yn плюс k1 бөлінген 2 деген формуламен шығады. Ал k3-іміз f от x 0 плюс h бөлінген 2. Міне, осы аргументті біздер мына жерде есеплап қойыппыз. Осы қатарын аламыз. Hamde yn плюс k2 бөлінген 2. k4-іміз болса f от x 0 плюс h hamde yn плюс y0, мына жерлер y0 болады біздің жағдайымызда. y0 плюс k3. Міне осы формуламен есеплап аламыз. Бұл дегені, мына f от x, x0, y0 деген сөз, мына формуладағы мына бөлімге апарып, қайерде x болса, x0-дің мәнісін қой, ал қайерде y болса, y0-дің мәнісін қой дегенді білдіріп жатыр. Яғни біздің мысалымызда қандай болады екен? Синус 2 көбейтілген, мысалы x-іміз 1 ғой, x нағыран, x 0-ойымыз 1-ге тең. Соған жараса x 1-іміз не болады? 0,1-ді қосып бара береміз. 1 қосу 0,1, 1,1 болады. Демек, синус 2 көбейтілген 1, неке x алу, y дегеніміз не екен? Минус 1, минус 1 көбейтілген тангенс 1 болады. Мен осы мәністерді қойғанымыз. Ал мына жерге келгенде болса, мына қайерде, мына формуладағы x-тің орнына мына аргументті бірінші қосып алып таубағаннан кейін барып қоямыз x-тің орнына. Ал мына жердегі y-тің орнына мына y0-ге k1 бөлінген 2-ні қосып алып осы аргументті тауғаннан кейін барып қоямыз. Y-тің орнына қойылу керек. Енді бұл жерде қазір n тең 0 деп бастаймын мен. 0. Осы процестің хаммесі біздің Excel программамызда 1 минуттың ішінде, даже 1 минутқа да жетпейді, бәрін тартып тұрып, мынандай тартып жіберсек, демде орыланады екен. Не қазір біздерге не деп жатыр? 10 басқышты істейміз. Ал мына жеріміз дәслепкі мәніс 1 болатын болса, кейінгі мәніс 1,1 болатын болса, үтір деп саламыз нерге. Одан кейін деп тұрып, міне, боядық. Мынандай ақ белгіменен тұрыпты. Ақ белгіменен, ақ белгіменен боялып тұрыпты. Енді мына жерге келгенде қара плюс белгісіне айланды мінекей. Осыны ұстап тұрып тартып жібереміз.
Міне өзі айтып атырыпты. Есабымыздың шартында айтып атырыпты. Мінекей. 1-ден 2-ге шекем шығар деп атыр. Міне сол мына аралық. 1-ден 2-ге шекемге аралық кетті. Енді yn бізде y нолевойымыз не екен? -1 екен. Қазірше бұны қойып тұрамыз, еш нәрсе тартпаймыз. Ал мына жерге келгенде, енді біз мына жерде есаплаймыз тең мына мәніз плюс қайсы? H бөлінген 2, яғни 0,1 болатын болса, біздің H-ымыз H,05 болады, е? Демек, Enter. Хам, осы нәрсені біз тартып жіберген уақытта, әрбір x-лар үшін сондай мәнісін есаплап береді. Енді K1-ге келдік. Тең, біз баяғы мына формуланы синус 2x минус y тангенс x формуласын кіртеміз. Тең, синус, скобка ашамыз. Excel'де аргумент скобкада жазылады. 2 көбейтілген, синус 2 көбейтілген, x деп атыр, яғни x нолевойымыз мына точка. Хам, скобканы жауамыз. Алу, не екен? Y дегеніміз мына точка. Көбейту, не екен? Тангенс функциясы бар екен. Егерде сол функция бар болса, мына жерде шығады. Егерде жоқ болса, шықпайды. Сол үшін бар беріңіз. Скобка ашамыз, тангенс, аргументті ішіне саламыз, яғни x. Мына x-тің үстіне бассақ, бұл 20 точкасы пайда болды. Міне, ол есапланды. 1 минуттың үшін, 1 секундтыларда орыланады. Тартып жібереміз қайттан, хамме клетка үшін орылап шығады. Енді K2 клеткісіне келген уақытта біз біраз жұмыс істейміз, яғни енді қараңыз, мына жерде мына формуланы ұсылай деп көшіріп алсақ болады. Ctrl copy, жерге бір басып болып, Enterді басып шығып кетеміз. Жерге алып барып, сол формуланы қоямыз. Енді x-тің орнына қойып отырғанда біздер не қылуымыз керек? Мына kx, мына қараң мінекей. X менің орнына қойып отырған x0 плюс h бөлінген 2-ні қолдануымыз керек. Ане соның үшін біз не қыламыз? Мына точканы басамыз. Мына даслепкі x енді емес, мына точканы басамыз. Мына көк боп маркат етіп тұрған ені басамыз. Формулада өзгеріс кіртіп атырмыз. Енді y-тің орнына нені қоямыз? Демек, S20 дегенді өшіріп тастаймыз. Y-тің орнына y0 плюс, мінекей, мынаны қазір сөйрде прям формулаға жазып жібереміз. y0 плюс, не еді? Демек, K1 бөлінген 2, я? Мынау. Мынау не деп атыр? y0 плюс K1 бөлінген, демек, бөлу белгісі хам 2. Хам соны скобканы жауамыз. Демек, біз бір ғана y-тің орнына қазір не мына y0 плюс K1 бөлінген 2 деген формуланы аптеліп қойдық. Көбейту тангенс. Тангенсте не бар? X бар еді, я? Соң үшін мына x-ті басамыз. Яғни мынаны. x0 плюс h бөлінген 2 дегенді басамыз. Enterді басамыз. Мына K2 сәл K1-ге қарағанда опшы басқаша болып шықты мінекей. Енді K3-ті шығару үшінда сол формуланы қолданамыз, яғни мынаны копиялап алып тұрып, Ctrl copy. Копиді басқаннан кейін студентлер үлтімас ұмытып кетпеңіз, мерге басқаннан кейін міне Enter деген басып жібереміз, себебі мына формуланы бұзып аламыз болмаса. Міне ішіне барып, 2 рет клик етіп, Ctrl-V кнопкасын басамыз. Енді синустың аргументіне не жазамыз? Демек, 2 көбейтілген x жазуымыз керек. X-тің орнына біз мынаны жазуымыз керек. D20 дұрыс тұрыпты. Минус y0 плюс не жазуымыз керек еді? Демек, K2 бөлінген 2 болу керек енді бұл жерде. Біз алдын K1 бөлінген 2 еді. Енді K2 бөлінген 2-ні жазамыз. Көбейту. Мынау көбейту емес екен, кешірерсіз, алу екен. Біздер
қателесіп кеткенбіз ба? Дұрыс. Мына көбейту болады. Y алуымыз мында. Y көбейту тангенс мінекей d20 болады екен. Enterді басамыз. Тартамыз. K3 пенен K2 бір-бірінен жүзі бұндай айырмашылық білдірмеу керек еді. Қайттан тексереміз. Синус 2 көбейтілген x0 плюс h бөлінген 2. Яғни ол d20 кетекшесінде тұрыпты мұнда. Оны жаздық. Алу s20 деген қайсы? s20 бұл демек мынау, y0 плюс демек k2 бөлінген 2 мұнда көбейту тангенс d20. Демек enter. Мұна k2 кетекшесінен жақсылап тексереміз. d20 яғни x0 плюс h бөлінген 2 минус демек мұна жеріміз қателесіп кетіп y0 плюс k1 бөлінген 2. Ал мұнау d20-ның өзі дұрыс шықты. Енді мұна жерге келген уақытта k4-те формулаға қарасаңыз x0 плюс h құры. Ал мұнау y0 плюс k3 бөлінген x жоқ. Соның үшін аргументтер сәл өзгереді. Яғни бағанағы формуланы әкеп қойып аламыз әуел. Мерде синус 2 көбейтілген d20 болмайды. Енді өшіреміз бұны. Біздің x0-іміз не екен? Скобка ашамыз. Скобканың ішіне кіргізіп қоямыз. x0-іміздің орнына x0 плюс h-тың өзі болу керек, яғни 0,1. 0,1. Енді минус y-тің орнында болса, y0 плюс k3 болу керек. y0 s20 тұртты дұрыс, плюс k3-тің өзі бөлінген екісі жоқ. Демек, өшіріп, k3-тің үстін басамыз. Міне g20 кетекшесі. Ал мынау болса тан деп тұрып, мына ерге b20 плюс 0,1-ді апкеп қоямыз. b20 плюс 0,1. Ол қаяқтан шықты? Мына аргумент, міне x. Нерде де x бар, нерде x бар. Міне формулада мұнда x, мына x. Екеуі де өзгермей. Сол тұрсында қоямыз. Enter басамыз, шықты. Тарт жібереміз. Міне хамме k4-лерді есапладық. Енді мына жерге келгенде тең бағанағы мына формуланы кіртеміз. Яғни ол қандай формула? yn плюс 1 тең yn плюс h бөлінген 6 k1 плюс 2 k2 плюс 2 k3 плюс k4 деген формуланы апарып қоямыз. Яғни тең y0-іміз мұнда тұрыпты плюс енді h бөлінген 6-ны 0,1 бөлу 6 деп күтеміз. Не болады мына жерге? Көбейту, скобка ашылған, скобканың ішіне саламыз k1 плюс 2 көбейтілген k2 плюс 2 көбейтілген k3 плюс k4. Enterді басамыз. Міне енді мұнаны деп тарт жібереміз. Осылай етіп біз yn плюс 1-лердің хаммесін есаплап шықтық. Мысалға, тек мына жерде мына процестің хаммесін істеуіміз мүмкін еді. Біз қазір n тең 1 үшін k1-лерді отдельно есаплап шықтық. F от x1, y1, берде k2 тең f от x1 плюс h бөлінген 2, y1 плюс k1 бөлінген 2 болады. Мұна жерге келіп, міне қараңыз, мұна екінші y1 деген мынау y1 деген клетка болып есептелінеді, ал y1-ді қаяқтан аламыз? Мынаяқта yn плюс 1-ді есептелганда мінеде қараң, n тең 0 болып атқанда мынау y1-ді береді ғой мынау. Соны әкеліп көшіріп қойдық, тең y20 деп. Шетін тарт жібердік. Қалған
мына y2, мынау y3 сол точкалар келіп өзі түсе береді. Енді біз мынаны бояп тұрып, графигін арқайын сызсақ болады. Яғни ставка бөліміне барып, нерге барып, не бассақ, міне графигіміз міне хасыл болды. Осы график, дұрыс график десек. Демек, ұсының менен Ронгекудта ұсылы менен апай дифференциал теңдемеміз шешілді, оның салы визуализациясы графигі алынды деп есептелінеді.